Ал достар, қазір біз блогерліктің плюс және минус жақтарын қарастыратын боламыз. Содан кейін сіздер енді нақты блогер боласыз ба, соны түсінетін боласыз. Ой, көзімді шалмай қалдым ғой. Блогер болудың алғашқы плюсы, яғни сіз микроблогер болсаңыз, 20 мың, 30 мың оқырманыңыз болса, немесе 100 мыңнан көп оқырманыңыз болса да, қандай блогер болсаңыз да сізге бартерден ұсыныс келеді. Бартер дегеніміз не? Сіздің блогыңыз арқылы, сіз өзіңіздің блогыңыз арқылы көптеген нәрселерге тегін қол жеткізе аласыз. Яғни сіз мысалы шайды, трайфлды, тәттілерді, косметиканы, үйге керекті заттарды, соның барлығын өзіңіздің сторисіңізде рекламалау арқылы тегін қолдана аласыз. Бартер деген сондай нәрсе, яғни компания сізге ұсыныс тастайды, біз сізге осы затымызды тегін береміз, сіз бізді жарнамалап берсеңіз деп. Вот бартер деген күшті нәрсе. Блогер болудың екінші плюсы, яғни сіз өзіңіз қалаған өмірді сүре аласыз. Сізге сағат 8-де, таңғы 8-де тұрып бір жерге суықта барудың қажеті жоқ. Сағат 1-де тұрсаңыз да болады түсте. Және де өзіңіз қалаған уақытта сторис түсіресіз. Және де тағы да бір плюсы, өзіңіздің аузыңызды жыбырлатып сөйлеу арқылы сіз қаншама миллиондаған табыс таба аласыз. Яғни бұл үшінші плюс. Блогерлер реклама жасау арқылы табыс таба алады. Және де Инстаграмда да, Ютубта да, ТикТокта да табыс табудың түрлері өте көп, мыңнан аса. Ал енді минус жақтарына келейік. Минустары әрине де аз, бірақ та сіз всегда креативті болуыңыз керексіз. Оқырмандарыңызға пайдалы бір нәрсе беруіңіз керексіз. Қызықты стористер, әдемі стористер болу керек сізде. Егер де сіз қызықсыз тұлға болатын болсаңыз, онда әрине де сізді көп адам қарамайтын болады. Ал енді сіз мен блогер боламын нүкте деп нақты шешім қабылдаған болсаңыз, сізді құттықтаймын, ары қарай кеттік. Енді сіз өзіңізге блогер болуыңызға не қарсы деген сұраққа өзіңіз жауап беріңіз. Көптеген адамдар мен қорқамын, камера алдында қорқыныш, сөйлей алмаймын, ұялам деген сияқты жауап қайтарады. Сіздің де қорқынышыңыз осы болса, осымен қалай жұмыс жасауға болады, яғни қорқынышпен жұмыс. Күн сайын кешке бүгінгі күніңіз қалай өткенін айтып, видео түсіріңіз, яғни осылай тұрып, бүгінгі күнімде осындай болды деп айтасыз, және де видеоны қайталап қарамайсыз, мына жерінде мындай болып қалыпты, түрім мындай болып қалыпты деп айтпайсыз. Просто түсіресіз да удалить етесіз. Болды. Каждый день 7 күн бойы осыны қайталасаңыздар, сіздер уже үйрене бастайсыздар, және де сіздерде камера алдында қорқыныш қалмайды. Және де мен сіздерге бір нәрсе айтайыншы, мен сіздерді қорқыныштан арылтып бере алмаймын. Сіздер өздеріңіз, только барлығы сіздердің қолдарыңызда ғана, шектеу сіздердің миларыңызда ғана. Соны түсініңіздер, және де уже әрекет жасаңыздар. Егер де сіздер маған қаншама адам жазды, рахмет, тегін марафон жасап жатқаныңа істеймін, көмегі тиеді деп ойлаймын деп та, сіз әрекет жасамасаңыз, даже осы курстың да сізге көмегі тимейді. Сондықтан әрекет жасаңыздар, білім алыңыздар, білімдеріңізге инвестиция құйыңыздар. Және де тағы да ескеретін жайт, көптеген адамдар мені бірінші 500 адам көрсін, менде стористе 500 просмотр болсын, содан кейін барып сторис түсірем дейді. Просмотр аспаннан жаумайды, ақша да аспаннан жаумайды, подписчик те аспаннан жаумайды. Сондықтан әрекет жасайсыздар. Бүгін сізді бір ғана адам көрсе, сіздің мамаңыз көрсе де, сізді 3 адам көрсе де, бүгін сториске шығасыз. Яғни өзіңіздің түріңізді қайталап қарай бермесеңіз де болады. Просто сториске шығасыз, өзіңіздің білім алып, дамып жатқаныңызды өз оқырмандарыңызға айтасыз. Егер де сіз өзіңіздің түріңізді көрсетуге әлі дайын емеспін дейтін болсаңыз, онда дәптерде көрсетіп, немесе стенаны көрсетіп, сөйлей беруіңізге де болады. Яғни мен білім алып жатырмын, достар, мысалы тегін курстарды қараңыздар, ізденіңіздер деп, өз оқырмандарыңызға пайдалы бір дүние беріңіз. Мысалы мен қазір Алима Дулатқызының курсына қатысып жатырмын деп, мені белгілеңіздер. Блогтың сізге табыс алып келетін және де табыс алып келмейтін түрлері болады. Оның барлығын активті көтеру жайлы да ертең айтатын боламыз. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Мен осы Алимадан тегін курсына қатысып жатырмын деп те айтсаңыздар болады. Мені белгілесеңіздер, мен сіздердің стористеріңізді қараймын. Даже өз сторисіме алып кетуім мүмкін. Сондықтан да белгілеңіздер.